Сәлеметсіздер ме балалар, қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен түбір мен қосымша тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Балалар, қосымшаның неше түрі бар? Қандай? Жұрнақ дегеніміз не? Жұрнақ сөздің мағынасын өзгертетін қосымша. Жалғау ше? Жалғау сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша. Ал балалар, мына тапсырманы дәптерге орындаймыз. Түбір сөзге тиісті қосымшаны жалғап, сөздерді жазыңдар. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Ал болсақ тексерейік балалар. Дәрі түбір сөзге гер жұрнағын жалғасақ, дәрігер, яғни ол жаңа сөз туындады. Тор сөзіне ғай қосымшасын жалғасақ, торғай деген жаңа сөз пайда болды, яғни бұл жұрнақ. Ал енді қой дегенге лар қосымшасын жалғасақ, оның мағынасы өзгерген жоқ, тек саны ғана өзгерді. Бұл жалғау. Доп сөзіне пен қосымшасын жалғасақ, доп пен сөзі шығады. Бұл сөздің де мағынасы өзгерген жоқ, яғни бұл жалғау. Балалар, назарымызды оқулығымыздың 21-ші бетіне аударайық. 40-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз дейді. Су сергітер денеңді, онымен дос болғайсың. Судан кейін сен енді ісіңді оңай жалғайсың. Ермек Өтетілеуұлы. Ермек Өтетілеу балалар ақын әрі редактор. Балалар, су бізде қандай? Түссіз, мөлдір, дәмсіз, пішіні жоқ. Жарайсыңдар. Судың қандай пайдасы бар? Пайдасы өте көп. Тазалық сақтау үшін тамақта қолданамыз, тағы да басқа заттарда көп қолданамыз. Видеоны тоқтатып балалар, өлеңді қатессіз әдемі көшіріп жазыңдар. Көшіріп болғаннан кейін қарамен жазылған сөздің түбірі мен қосымшасын ажыратыңдар. Ал көшіріп болсақ, тексерейік. Қарамен жазылған сөз судан. Түбірі су. Дан қосымшасы жалғау. Сендер дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, назарымызды 41-ші жаттығуға аударайық. Өлеңді оқы. Зырлайды доп, бір орнында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп, зырлайды. Қалт жіберме, сен қақпаны дәл кезде, қуанамыз сол кезде. Тұманбай Молдағалиев. Тұманбай Молдағалиев балалар ақын. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде қандай көңіл күйде боласың? Әрине, бәріміз қуанамыз, айғайлаймыз, Балалар, сыныптастарыңа футбол ойыны туралы хабар жүргізуге дайындалыңдар. Келесі шығармашылық үзіліс балалар. Дәптерімізге орындаймыз. 43-ші жаттығу. Ұйқасын тап. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Ал болсақ тексерейік. Атпен шап, допты соқ, сумен бетіңді жу, болсын денің сау. Сендер дұрыс жазыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасы 22-ші беттегі 42-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, мақалды көшіріп жазасыңдар. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.